Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және нәзік болып шығатын сүзбелі рогаликтердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Сүзбе, жұмсақ сары май, қант және жұмыртқаны бір келкі болғанша шанышқымен араластырамыз. Сода саламыз және ұнды біртіндеп саламыз. Жұмсақ, қолға кішкене жабысыңқырайтын қамыр илейміз. Үстін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Үстелімізге кішкене ұн сеуіп, қамырымызды кішкене илеп жібереміз. Қалыңдығы 3-4 мм болатын күлше жаямыз. Жайылған қамырымызды 16 тең бөлікке бөлеміз. Ішіне салма салуға да болады. Әрбір бөлікті дөңгелетіп жинаймыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіреміз. Рогаликтер өте дәмді, нәзік, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.